Азан радиосының эфирінде Сырласайық хабары. Әр сәрсенбі сағат 16:00-де. Сырласайық радио хабарында тыңдарманның дүние танымдық бағдарын, патриоттық сезімдерін қайта отырып, бақытты отбасы болуға ықпал ету, қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің алдын алу, ұлт ұрпағының болмыс бітімін қалыптастыру, дүние танымын жетілдіру мақсатында ашылған бағдарламада әрбір тұлға өзімен жұмыс жасау жолы баяндалады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, Азан радиосының эфирінде Сырласайық хабары. Бүгінгі хабарымызда ер ететін қандай әйел тақырыбын алып отырмыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Психолог Оспанова Жанар Нұриденқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы әйел туралы уағыздар, еркекті ер ететін қандай әйел мен еркек арасында, ер азамат арасындағы қарым-қатынас, жалпы жақсы әйел ер адамның басын жалпы айтады ғой. Төргеде сүйрейтін, көргеде сүйрейтін, жалпы әйелге қатысты деп жатады. Және де жақсы әйел болу үшін, дана әйел болу үшін қандай болу керек? Ер мен әйел туралы уағыздар қандай? Жалпы ер адамның психологиясы, әйел адамның ер алдындағы міндеті, осы бағытқа тоқталатын боламыз. Негізі жаратқанда Алла Тағала алдымен адам атаны жаратты. Адам ата өзінің жаңағы жұмақта жүрсе де тыныштық таба алмағаннан кейін оның қабырғасынан Хауаны жаратты. Алла разы болсын. Содан кейін барып сол кезден бастап, сонда сен несің деп сұраған кезде, ол мен сенің тыныштығыңмын деп айтты. Демек, әйел күйеуге тыныштық беруші. Успокоение дейді ғой. Әйел ер адам жанымның тыныштығы деп айтатын. Содан айтылған. Сонда жаңа ер адам ол көбінесе жаңағы добытчик деп айтады ғой. Ол қамтамасыз етуші, қорек табушы. Ал сол үйіне келген кезде ол өзінің үйінен сол шаршаған ұмытып әйелінің жанында тыныштық табады екен. Енді қазіргі таңда кішкене мына әйелдерді жертва состояниясынан көрсетіп, ерлерді дұрыс емес позицияда көрсетіп жатыр қазір. Енді мына кешегі соттар, мына болып отырған көбінесе әйелдерді жаңағы жертва, әйелдер бәрі қорғансыз қалып жатыр, ер адамдар нашар деген. Енді бұл мәселе қазіргі таңда үлкен резонанс тудырған мәселелердің бірі десек те болады. Тіптен бүкіл ел болып бұл мәселені талқылады, күтті, не болатындығын, қандай шешім қабылданатындығын, бұл шешімді күтті ғой барлығы да, жалпы енді бұл мәселеде жаңа айтып отырсыз, жертва рөлі деп, ал білмедім енді, Құдайдың өзі әрі етсін, бірақ ері төпелеп соғып жатса, әйелі қалай өзін қорғанады, қалай ерімде бол ер азаматты сыйлау керек? Жаңа өзіңіз айтқан Бишімбаевтың ісі бойынша айтып отырсыз ғой. Ажырасу мәселесі осыған да келіп отыр. Бұрын әйел адамды соғу ол тұрақты, қалай айтса екен, ер азаматына тән, ол өзінің сол әйелі не істесе де өзі біледі деген тарапта болды ғой бұрын. Қазіргі енді осы салтанаттың ісінен кейін қазіргі іс басқаша белең алып жатыр, басқаша көзбен қарап жатыр. Жалпы осы турасында енді салтанаттың рөлін жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Бұл мәселеде салтанаттың енді қазіргі күні өлімге дейін апарып отыр ғой, енді өліп қазір бұл дүниеде жоқ. Негізі енді адамға дене жарақаты тигенде оған енді шыдап жүруге болмайды. Ислам дінінде жалпы әйел адамдарды қалай сыйлайды? Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, оның қанша әйелі болды, бірақ қанша соншасына ол сондай өз жетерліктей көңілін бөліп, барлығын сыйлап, бәріне түсіндірме жұмысын айтып, қателескен жерлерінде оларға барлығын түсіндіріп айтып отырды. Сонда оған дейін біздерде ислам діні келгенше жаңа қыз баланы тірілей көміп тастау, бірінен еркекке ұнамай қалса екіншісіне бере беру деген нәрселер көп болды вообще әлемде. Осы ислам діні келгеннен кейін негізі тоқталды. Бірақ енді бер жағында ислам діні жаңағы қалып қойып, мына Россия қосылғаннан кейін, батыстың жаңағы психологиясы келгеннен кейін біздерде көп нәрсе өзгерді. Әйел адамды сыйламау, еркек, әйел мен еркек тең деген жаңағы неге шығып кетті. Осы жаңа совет үкіметі орнағаннан кейін ғой, әйелде тракторға отыра алады, оның да жаңа несі жетеді, екеуі бірдей тең деген сол тенденция пайда болды. Негізі бірақ ешқашан да әйел мен еркек тең болмайды ғой. Әйел егер де өзінің орнын білсе, еркек те ешқашан
қол көтермейді. Бізде психологияда айтады, еркек тек қана қасында еркек тұрса ғана қол көтереді деп айтады. Әйелге ешқашан қол көтермейді деп. Демек, әйел ол жерде әйел емес еркек болып кеткен болуы мүмкін. Кейбір жандарда отбасында болып жатады, ер азаматы жұмыс жасамайды, әйелі жұмыс жасап жүреді. Бұндай жағдайда? Себебі ол жерде ер адамның позициясын әйел алып алғаннан кейін еркекке ешкімді асырауға қажеттілік тумай тұрды ол жерде. Себебі әйелі ер адамның рөлін алып алды, оның міндеттерінің бәрін алып алды. Енді ер адамның орны жоқ ол жерде. Алдына түсіп кетті. Алдына түсіп кетті. Сол себепті ол өздерінің тамақтарын тауып жеп жатыр. Ер адамға ешқандай қажеттілік жоқ та, барып жұмыс жасап, бір нәрсе әкеліп, мен семьямды асырайын деген ешқандай қажеттілік жоқ. Сол себепті оған комфортно, жаңағы әйел асырап жатса, сосын өзі жатып алған, оған да жылы тамағы болса, тамағы бар, жылы үй баспанасы болса, тамағы шөлі, ондайға тез бейімделеді. Әйелдер енді көбінесе ол жағдайда да айтып жатады, біздер шыдап көрдік, бірақ жаңағы ол шықпағаннан кейін енді амал жоқ, тамақ жоқ болғасын жұмысқа шығып кеттік деп. Енді ол жағын да түсінуге болады, бірақ дегенмен де бәрібір дегенмен андай мәселе, мынандай ситуацияны айтайықшы, әртүрлі ситуациялар болып жатады. Біз енді радио болғаннан кейін әркім әртүрлі сұрақтарымен бізге хабарласып жатады. Мәселен айтады, ер азаматымыз үйде, жұмысқа мен де жоқпын, ер азаматым да жоқ, алайда бізге кіретін табыс жоқ, бала ақшасынан басқа деп жатады. Баласы көп, 6 баласы бар, 5 баласы бар, ата-аналар мысалы бізге хабарласады. Сондай жағдайда баласын, кішкентай баласын тастап жұмысқа шығып кетейін десе, баланы қарайтын адам жоқ. Жаңа добытчик деп отырсыз, ер азаматы ақша таппаса, ондай жағдайда енді өзін алдына шығып жұмысқа кіргісі келмейді. Алайда табыс әкелмей жатқан ер азамат болса, не істерін білмей бізге хабарласып жатады. Ондай жағдайда білмеймін мен қалай не айтатынымызды. Сол енді манағыдай бастапқы мысалға ол енді тектен тек сол мезетте басталып кеткен жоқ қой оқиға. Демек соған дейін әрекеттер болып соңы сондай нәтижеге әкеліп отыр. Ер адамы да жұмыссыз, әйел де жұмыссыз қалатындай. Енді ол жерден қандай сабақ алады әйелі? Манағыдай айтқандай, біздер ер адамның минусын көп көреміз. Оны тек сен істемейсің, сен өмірде жасамайсың, қолыңнан келмейді деп сондай етіп айтқаннан кейін, жаңа айттық қой, манада сөздің құдіреті бар. Ол адам одан бетер жаңағы нәрселерді соны жасай береді. Стресске түсіп кетеді дейсіз ба сонда ер азаматтар? Ер азаматтардың сол минусын көрген сайын минусы да көбейе береді солай. Жауапкершілікті алмай содан қашып отырады да. Содан семья болып бастағаннан бастап сол ер адамға жауапкершілікті көбірек жайлап жаңа мақтап, сен құттай бір нәрсе жасаса, сен осыны күшті жасайсың, сен қолыңнан келеді деп шешім шығаруға оған жауапкершілікті бере беру керек. Негізі біздің әйелдер, көбісі қазақтың әйелдері боевой ғой, жаңағы тек сразу тұрып алады да, жасамай жатса, баланы да салып алады, тамақты да алып келіп жатады, ананы да істеп жатады. Көлігінде өз жүргізе ма? Бәрін жасай береді өздері. Жұмысына да барады, баласын да апарады. Сосын ер адамдарға қажеттілік болмай қалады да, ана жерде уже алға қарай ұмтылатын. Сол себепті олар жайлап ысырылып, манағы качеством и так-та мен сондай деп айтады. Мен ер азаматтың алдына түспеу керек дейсіз ғой, яғни. Осындай мәселеге тап болған әйел адам ер азаматын алдай да білу керек, мотивация бере де білу керек, және сол отырған орнынан тұрғыза да білу керек болып тұр ғой. Жаңа өзіңіз айтқан әйел адам қандай болу керек дедіңіз? Қандай қасиеттер болу керек дедіңіз? Әйел адамда 4 қасиет қой, жаңа күтуші, қызметші, сосын қамқоршы, ерке қыз, сосын жаңағы нақсүйер деп айтады ғой, любовницаны. Ал біздер қазіргі таңда мана қызметші мен күтушіні жасап жүрміз. Сосын всегда біздер мұғалімбіз, күйеуімізге үйрете береміз, прокурорымыз, жаңағы судьямыз, оны всегда осуждать етеміз. Сенің мынауың дұрыс емес, тәрбиелеуге тырысамыз ғой. Мамасы емес біз, бірақ үнемі оны тәрбиелеуге тырысамыз. Былай жаса, мынаны былай жүр, былай бар, анаған бар, былай алып кел деп. Ер адамды тәрбиелеу мүмкін емес қой. Мүмкін емес. Оны тек қана жаңағы шешім шығартып, өзіне құттай шешім берсе де, соған шығартып, дұрыс па, қалай ойлайсыз, сіз қалай ойлайсыз деп соған қарай шешімді бере беру керек. Мәселені өзіне, яғни қандай да бір мәселе туындаса, оны өзіне шешуге мүмкіндік беру керек дейсіз ғой. Ол енді тек сол моментте болып кететін нәрсе емес, уақыт талап етеді, бірақ 5 ай, 6 айға дейін жасап, соны не істесе, жайлап нәтижесін көре бастайды. Енді сосын қатты қиналған адамдар көбінесе әйелдерде, әйелдердің нәпсісі билік.
семьяда билікке таласады, неосознанно, но бірақ билікке таласады. Ер Мен адамның одан көп ақша тапсам, мен басқарам дейді, мына отбасыны мен басқаруым керек дейді, менің айтқаныммен жүрсін деп сөйтіп жасайды. Содан ер адамды Алла тағала көнбейтін қылып қояды. Негізі ердің нәпсісі біреу дейді, тек қана әйел дейді, ал әйелдің нәпсісі 9 деп айтады. Ол жаңағы біріншісі билік, одан кейін дүние, солай жайлап ақша, кете береді сөйтіп барлығы. Соның ішінде сол басқарғанды жақсы көреді, бірақ көбінесе өзі білмейді, басқарып жатырмын деп ойламайды. Сол ер адамды төмендеткенді, соны басынғанды, сол үйде сол мен билік құрсам, менің айтқаныммен жүрсе деген принциппен көбісінде өмір сүреді. Сол қателік кетіп тұрғаннан кейін Алла тағалаға оған бағынбайтын күйеуді, я болмаса жаңағыдай басқа да бір кемшіліктері бар күйеуді береді. Содан түсіну үшін, әйел адам өзінің орнына келу үшін. Ең жаман қасиет жалпы айтады ғой, жаңа өзіңіз мен деген қасиеті болмау керек қой, иә. Ол біздер көбінесе әйелдердің айтатыны, сосын неге ол бірінші жасамайды, неге ол келмейді деп еркекті айтады ғой, мен неге өзгеруім керек, неге ол өзгермейді деп үнемі айтады. Себебі ер адамдар меншіл болып келеді, тәкаппар болады, олар айтады, танка деп айтады, олар темір, оларда ешқандай эмоция жоқ, чувство жоқ, олар ештеңе сезінбейді. Олар көбінесе неге әйелдер қазір тренингке көп барып жатыр, себебі әйелге батады, әйел эмоциональный болғаннан кейін. Сосын еркекке ондай нәрсе керек емес та оған. Ол ішіп жейтін тамағы болса, келіп телевизорын қарап, жұмысы болса, сонымен жүре береді. Тағы бір мәселе, отбасы сырт көзге білінбейді, жақсы болып жүреді, алайда қазіргі ер адамдарда мысалға ақшасын қазір жылдам ойын деп жатады ғой, сондайларға салып жіберетіндер де болады ғой, кредитке батып отқан отбасылар бар. Ондай жағдайда мәселен жұмыс жасайды, алайда ақшасының барлығын соған төлейді. Ол енді жаңағы психологический зависимость сияқты ғой. Психологиясымен жұмыс жасау керек. Ол жерде де психологияда бар, Алла тағала не айтқысы келіп тұр, соны түсіну керек. Ол семьяның ішкі жаңағы несіне үңіліп, неге үшін ол адам ондай нәрсеге барды, Алла тағала неге оны ондай жолға көрсетіп жіберді. Мүмкін оның жаңағы айтады ғой, кіріп манаға неге қарызға кіріп ең неге түбіне түскен кезде адам сол кезде барып ойланып, мүмкін баратын жол жоқ, уже өзінде ештеме жоқ, құл екенін сезініп, содан кейін барып Алласын танып, мүмкін сол жолымен келу керек шығар деп айтады. Енді әр ситуацияда әртүрлі болады, көбінесе жаңа. Бұрын аналарымыз қандай еді, даналық болған бойында, ақылдылық болған. Жалпы осы даналықты қазір көбі біле білмейді. Осы бұрынғы заманда жалпы ер азаматтарымызда бұлай дәрежесі жоғары болған ғой. Дана әйел, әдемі әйел, ақылды әйел дегенге тоқталсақ, қандай болу керек? Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдері, мысалы, қай-қайсысы да енді ешқашан алдынан шықпаған, бірақ жаңағы кейбір әйелдерінде қызғаныш болған. Айша анамызды білесіздер, радиаллаху анха, өте қызғаншақ болған. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қатты қызғанған. Бірақ солай бола тұра, ол мысалы қызғанышын көрсете білген. Басқа әйелі мысалға оған тәтті тамақ пісіріп беріп жіберген кезде Айша анамыз келеді де ыдысымен төңкеріп тастайды. Сол кезде мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған айтады, сенің ісің дұрыс емес деген кезде ол түсінеді де дереу жаңағы екінші несіне барып, әйеліне барып, одан кешірім сұрап, қайтадан алдап ана әйелін тамақ пісіріп беруін сұрайды. Ал біздерде олай істей алмаймыз ғой, біздер ашуға мініп кетеміз. Эмоцияға ерік береді, олар қызғанышын көрсете біледі, бірақ сол бойда тәубеге де келіп, сөзге тоқтай алады да, сразу жаңағы бұғаттай алады өзінің нәпсісін. Ал біздер қазір көбінесе енді сол эмоцияға беріліп, одан сайын оны ушықтырып жіберуге көбінесе бейімделіп тұрамыз. Сіз осы бағытта көптеген зерттеулер жүргізіп жатырмын дедіңіз. Ал радио тыңдармандарымызға айтып өтсеңіз. Енді жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бірнеше әйелі болған. Олар заманның қиын уақытында да жаңағы өте қалай төмен тұрған. Олар
тіпті бір айда бір рет ыстық тамақ ішетін болған екен. Енді жағдай кішкене түзеліп, жаңа көп адам мұсылмандыққа келгеннен кейін, жаңа дүниеде көбірек жиналғаннан кейін, сол бәрі жиналып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға барады екен. Енді біздер аптасына бір рет ішіп тұрсақ бола ма тамақты деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ренжіп оларға бәріңе жаңа талақ берем деп сөйтіп қайтарып жібереді екен. Ренжіп сөйлеспей қояды екен бәрімен. Содан жаңағы өзінің әкелері де келіп бәрі не сол кезде қобалжып, ол неге қалай болып қалды, неге олай болып жатыр деп сұраған кезде, сонда жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олардың қанағатсыз дүниеге қызығып бара жатқанына соған ренжіген екен де. Себебі олар енді мұсылмандардың анасы ғой, анасы болғаннан кейін шыдамдылықта да сабырлықта да олар соның үлгісі болу керек екен. Сол себепті оларға жаңа дүниеге қызықпауға, ақыретін көбірек ойлауға сондайға үйреткен екен оларды. Қазіргі таңда осы жақсы әйел күйеуін төрге сүйрейді деп жатамыз. Енді ар жағын енді білесіздер, ол жаман әйел көрге сүйрейді деп жатамыз. Осы бағытта енді кейбір ер азаматтарымыз болады, бір бас екеу болмай іс тынбайды деп жатады. Жақсы үйленгеннен кейін әйелі дана екен, ақылды екен, жақсы болып қазіргі бұрын қандай еді, қазір қандай еркек болып отыр деген сияқты ондайда түсініктер бар. Мен бір нені айтқан, мысалды айтқан, ол болған оқиға деп. Бір қыз жаңа неге барған кезде, бір министр ма, сондай бір үлкен дәрежедегі адам, сонымен кездестік дейді, тойға ма или бір нәрсеге барған. Сонда әйелі де келді, әйелі сол ішке кірді де, жаңа мен қайда барам деп манағыдай не істеп тұр дейді, андай как с луны свалилась дейді ғой, дым білмей қайда гардероб, қайда мен қайда барам деп жаңа күйеуіне сөйтіп не істеп тұр дейді. Сосын біз ойлап қалдым дейді, неғып тұр, ана жерде тұрған жоқ па, гардероб барып шешіне салмай ма, неғып тұр, ыңылдап деген сияқтандай, мен өзім сөйтіп ойлап қалдым дейді. Сосын соған күйеуі деген андай келіп, ана несін көйлегін алып, қазіргі не пальтосын алып барып іліп, жүр мына жаққа кет, жүр деп ана бүйтіп не істеп өбектеп жатыр дейді. Сосын бір сәті түсіп үйлеріне қонаққа шақырды дейді. Үйіне барсақ, үйі деген жай қалып тұр, дастархан керемет, жаңағы анандай әйел деп ойламайсың дейді. Оказывается, ол жаңағы өзінің несін біледі екен дейді. Құпиясы ма? Әйел адам нәзік болып, өзінің ғой, қылықтығы, нәзіктігімен сөйтіп, ана ер адамға сондай болып тұр. Ол білмейді емес, сол жерде гардероб бар екенін біледі ғой, бірақ жаңағы күйеуіне сондай болып, нәзік болып, еш нәрсе білмейтін, күйеуі бәрі білетіндей етіп, күйеуінің дәрежесін көтеру үшін оған әдейі сондай етіп жаңа не жасайды екен. Сонда әйел адам үнемі нәзік болып, мен көп нәрсені білмеймін, сен бәрін білесің, сен осылай істеп жатсың деп ер адамның дәрежесін көтерген сайын, ер адамның да жаңағы несі көтеріледі. Әйелге деген құрметі де жаңағы заботливость деп айтады ғой, қамқорлығы да сонысы көбейеді екен. Яғни ер адамның психологиясы осыда дейсіз ғой, егер әйелі одан нәзік болып, қорғансыз болып, одан қорған болуын күтсе, нәзік болып, оның үлкен ер азамат ретінде оған қамқор болған күтсе, ол ер азамат тауды да қопарады. Ана Наполеон Бонапарт айтады ғой, ешқандай әйел қарамаған, бойықты қандай, түрі де онша емес, сондай болған деп. Сосын ол жындан мен осы әйелдердің бәрін өзіме қаратам, елдің бәрін жаулайым деп сөйткенде жаңағы сол әйел үшін қаншама елді жаулап алған дейді. Содан әйел андай керемет әйел, ақылды әйел тиген екен соған күйеуге. Сонда енді не жаңағы кішкентай бір шаруа емес, негізі елді де жаулап алатындай мүмкіншілігі бар екен ер адамның. Әйел тек қана енді нәпсісі бір әйел болатын болса, ер адамның ол барлық әрекетті сол әйел үшін жасайды ғой. Тек жаңағы әйел қасында өзін нәзік, әлсіз сезініп білу керек. Ер адамды мықты қылып көтере беру керек екен. Содан шешім сұрап, содан жаңағы кішкентай болса да қызмет атқарса, соны көтеріп, айтып, қайта соны жаңағы алдына қойып алса, ана айтады ғой, еркек бас, әйел мойын деп. Яғни қылықты қыздарымыз, әйелдеріміз көп болсын дейсіз ғой, әйелдің, яғни ер азаматтың алдында қорғансыз болса, нәзік болса, қылықты болса, бұл ер адам барлық қалауын жасайды, тауды да қопарады дейсіз. Ал қазіргі таңда психологияда жолдасым внимание бөлмейді, маған
маған ештеңе алып бермейді деген әйелдер де көп кездесіп жатады. Ол енді күлкілі болғанмен қазіргі жағдайда көп қандай әрекет жасауға болады деп жатады. Психолог ретінде сізге де келіп жатқан жағдайларда көп шығар бұл бағытта. Негізі енді балалық шақтан ғой, жаңа әкесінен ер адамнан ол внимание алмағаннан кейін, әкесі еркелетіп өсірмегеннен кейін қыз балдар күйеуінен сұрап талап етеді. Ол нені жақсы. Енді әйелдің өзінде махаббат болмаса, ол ешкімге оны тарата алмайды. Жаңа интернет сияқты ғой, менде интернет болмаса, мен ешкімге оны тарата алмаймын, сол сияқты. Олда да солай да, әйел адам өзінде болмаса, оны сол күйеуінен талап ете береді. Ол күйеуі де оны білмейді қалай беру керек екен. Сөйтіп жаңа түсінбеушілік туады көбінесе. Ер адам психологияда біз айтады, танкы соның рөлге отыратын әйел адам жүргізетін деп. Сол сияқты ғой, әйел адам барлығын басқара алады. Ол аны біздер айтамыз, әкеп бермейді деп бір рет қана айта саламыз да, оны жаңағы күйеуіне басқаша қылып, маған мен бір түрлі сенің деген жаңағы маған күшті раушан гүлін сыйлап жатқан көріп тұрмын, бір түрлі елестетіп тұрмын деп па? Мен қуанып жатыр екенмін соны көргенде деп, соны 2-3 рет қайта күйеуіне айта берсе, күйеуі бір күн алып келеді, бәрібір сол гүлді. Біздер айтпай-ақ талап етеміз. Неге мен айтпай тұрып, ожидание реалист. Маған неге әкеп бермейді, мен сұрамай-ақ деп күтеді да елдер. Ол ер адамда оның қалауын айта білу керек дейсіз ғой. Көрмесе, ондай нәрсені білмесе, ол әкеле алмайды ғой, оны білмейді ғой тоже. Жеткізе білу керек өзінің қалауларын, әдемі еркелеп, қайта айтып, әртүрлі жаңа немен келіп айтып, сөйтіп жеткізе білсе, ол ер адам түптің түбінде әкеп береді сол нәрсесін, сұраған нәрсесін. Яғни мен қазір гүл қалаймын, маған қазір алып бер демей, керісінше жаңа қылықты өзінің әдемі еркелігімен жеткізсе, ер азамат оны жасауға тырысады дейсіз ғой. Өте жақсы. Бүгінгі сұхбат барысымызда жалпы көп нәрсе қозғалды. Ер әйелдің, жалпы ер азаматтардың, әйелдің міндеті, жалпы ердің жақсы нәтижеге жету үшін, тауды да қопару үшін әйел адамның қандай болу керектігін тіптен мысалдармен айтып өттіңіз. Қандай керемет, бүгін керекті дүние айтылды деген ойдамыз. Сізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетуде, өкінішке орай санаулы уақыт. Шығармашылық табыс тілейміз. Психолог ретінде енді сіздің алдыңызға дана әйелдеріміз көп болсын, қылықты, нәзік, өзі жаңа өзіңіз айтқандай ерке қыздарымыз көп болсын. Ер азаматтың әкесіне жалпы еркелікке тойып өскен қыздарымыз көп болса, бұндай мәселе болмайды деп отырсыз ғой. Сондай қыздарымызды осы бастан білмеген жандар болса, біздің радио тыңдармандарымыз болса, радио тыңдап отырған қыздарымызды тәрбиелеуде әкенің рөлін сездіре білсек, әке мен қыздың арасында байланыстың ұшан тегіздігін жеткізе білсек, әкенің рөлі қыз үшін өте айрықша, және қыз бала сол әкенің мейіріміне қанып өссе, ешқандай да осындай қылық болмайды деген ойдамыз. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Әрқашанда, әр отбасында тек жақсылық болсын, татулық болсын. Бізде жалпы Қазақстанда дана, қылықты, тәтті, нәзік әйелдеріміз, аналарымыз, қыздарымыз көп болсын деген тілегімізді айтамыз. Аман сау болыңыздар. Азан радиосының эфирінде Сырласайық хабары. Әр сәрсенбі сағат 16:00-де. Сырласайық радио хабарында тыңдарманның дүние танымдық бағдарын, патриоттық сезімдерін нығайта отырып, бақытты отбасы болуға ықпал ету, қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің алдын алу, ұлт ұрпағының болмыс бітімін қалыптастыру, дүние танымын жетілдіру мақсатында ашылған бағдарламада әрбір тұлға өзімен жұмыс жасау жолы баяндалады.